Яғни қолымдағы гүлім бұл табиғаттың өте нәзік, сұлулыққа берген бейнесі. Яғни өздеріңіздің қолдарыңыздағы гүлдерді мына себетке отырғызамыз. Бірақ себетке келіп отырғызардың алдында бір жақсы өзімізге тілек тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз өте сәтті өтсін. Және тек қана қуаныш тілеймін. Барлығыңызға денсаулық тілеймін. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта керемет баға алыңыздар. Сабақтарыңыз жақсы өтсін. Көңіл-күйлерің көтеріңкі болсын. Балалар, жақсы тілектеріңізге рахмет. Осы себеттегі гүлдей сияқты барлығымыз жайлап жақсы өсейік. Ендеше бүгінгі тәрбие сағатымызды бастайық. Барлығымыз назар аударамыз. Яғни сіздердің алдарыңызда 4 түрлі сурет тұр. Яғни осы 4 түрлі суретті байланыстыра отырып, бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы шығады. Яғни осы 4 суретті байланыстыра отырып, ортақ бір тақырып табуымыз керек. Кәне ойланамыз. Айтамыз. Қараңыздар, 4 түрлі. Яғни кімде қандай ой бар? Бүгінгі тақырыбымыздың, тәрбие сағатымыздың тақырыбы қабылдай деп ойлайсыздар? Әли? Денсаулық. Денсаулық. Яғни 4 суреттен бір қана тақырып шығып тұр ма? Қане тағазым айтады? Әлім? Өте жақсы айтады. Ода жақсы. Тағы да. Кімде Адиля? Тазалық денсаулыққа білем. Оғында келеді, е? Яғни бүгін тәрбие сағатымыздың тақырыбы болар, қараңыздар. Денсаулығы ғаламның, денсаулығы адамның. Яғни осы тақырып жайында не түсінеміз? Қалай түсінсек болар? Ойларыңызды айтсаңыздар. Қане? Ақжан айта ғой. Табиғатымыз қаншалықты таза болса, әсем болса, сол иелері денсаулықтары сау болады. Өте жақсы. Осы ойға тағы толықтыратын кім бар? Аймарал. Адам жер анамен табиғаттан белсенді. Олай болатын болса, қазіргі заманда табиғатты аяққа басып, одан тапқан пайдасы түрлі аурулар шығып жатыр. Өте дұрыс. Тоқтап айтқан қосады екен, Сәбина. Тазалыққа, дұрыс тамақтануға, дене шынықтыру ритуалдар жасауға, табиғат байлықтарына байланысты. Өте дұрыс айтасың, яғни денсаулығы адамның. Тағы кім айтады? Кім бар топ? Ойларыңызды. Темірлан, айттың етім айта ғой. Қазақстанда табиғатты көрікті, шұғылалы, әсем жерлер өте көп. Бірақ әсем жерлердің табиғаттық апаттар пайда болады. Пайда болып тұрады. Жаратылысқа қарсы шығу табиғатта ластау, дауашық, рак, СПИД және нашақорлық сияқты дерттер өмірге келді. Өте дұрыс айтасыздар балалар. Яғни бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты адам денсаулығының қымбаттылығы, өмір сүру үшін қажеттілігі, ол басты байлық екенін білеміз. Кәне балалар, бәріміздің назарымыз экранда болсын. Қазір мен сіздерге шағын бейнеролик көрсетемін. Осы бойынша аяқтарын көріп шығамыз. Осы өзіміздің шағын әңгімемізді құрастырамыз. Ал енді балалар, өздеріңіздің көрген шағын видеороликтеріңіз арқылы топ бойынша жұмыс жасаймыз. Топтарыңызбен ақылдасып отырып, және көрген видеолар арқылы шағын әңгіме немесе ертегі құрастырамыз.
Қане, топпен жұмыс жасаймыз. Жаңағы көрген не болды видео түсірілімде? Ал қандай балалар, тапсырмаңызды орындап болса, тездетеміз, яғни уақыт шектеулі. Қане, бірінші топ, дайынбыз ба? Жер ана адамзатты көріп, өз қамқорлығына алды. Адамзат жалқаулық танытып, жер ананы ренжітті. Одан адамзат пен жер ана бөлек кетті. Адамзат табиғатты ластады, оның салдарынан жануарларға зиянын тигізді. Бұны түсінген адамзат табиғатты қалпына келтірді. Бұл бейнероликте қазіргі таңдағы адамзаттың табиғатқа жасап жатқан іс-әрекеттері байқалады. Өте жақсы. Келесі, қайып тоқтайын, екінші, Әли. Жер деген нәзік жан тыныш ұйықтап жатқанда адам жерге келді. Жер адамды өз арқасына алып қамқор болды. Адам үшін көп жақсылық жасады. Тамақ берді, су берді, қамқор болды. Бірақ адамдар әдемі және таза жерге неше түрлі фабрика, зауыттар салып, жерді өз қоқысымен ластандырды. Жер күшінен айырылып құлаған кезде ғана адамдар жерді қорғау керек екенін, ластамау керек екенін білді. Тек қана сол кезде олар жерді қорғады, ағаштар салды және көптеген жануарлардың түрін құтқарды. Сол кезден бастап жер адамды емес, адам жерді қорғауды бастады. Балалар, өте жақсы бейнероликті әңгіме құрап шықтыңыздар, ойларыңызды жақсы жеткізе алдыңыздар, өте жақсы. Ал енді ары қарай осы бейнероликтер арқылы біз эко-әлем деген үстел ойын ойнайық деп отырмыз. Бұл үстел ойында бұл жерде сұрақтар тұрады. 3 топтан бір бала шықса, ортаға шығып келіп. Ал балалар, мына кубикті ортаға тастаймыз. Нешінші нөмір көрсетеді? Сол бойынша жүріс жүріп, сұрақтарыңызды алып, топпен бірге ақылдасып шешесіздер. Қане, бастаймыз, сен боламыздар. Біздің экологияның бұзылуы Бірінші айда сұрағыңызды оқыңыз. табиғатқа зиян келтіретін қандай құбылыстар және қандай әрекеттер бар? Заводтар, түтін, машинаның түтіні, или біздің адамзаттар өз мусор тастап табиғатты ластау. Табиғат болмаса біз өмір сүре алмаушы едік. Табиғат бізге су береді, нан береді, тамақтың бәрін береді. Сол үшін табиғат біз екеуміз егіз деп, табиғат пен адамдар егіз деп осыны айтады. Көрдік. Енді қазір әр топқа мен сіздерге суретке салынған мынандай сурет беремін. Осы сурет бойынша өздеріңіз осы суреттерге бір тақпақ құрастырамыз, 4 жол тақпақ жетеді. Біздің суретімізде спортпен және жеміс-жидек жеп жатқан адамдар бейнеленген. Соған қарсы біздің өлеңіміз былай шықты. Спорт денсаулық кепілі, спортшы шәкірт көп үлгі. Дәрумендер көп дейді, жеу керек түрлі тәттіні. Ал қане балалар, ендеше бәріміз экранға қараймыз. Енді смайлықтардан түйінді сөз. Мына жерде сіздерге жасырылған, смайлықтардан жасырылған мақал мәтел құрастырамыз. Түсінікті ғой, тапсырма. Қане? Кім бірінші? Қандай мақал мәтел сөз шығады екен? Айнал. Спорт денсаулық кепілі. Жоқ. Жақындардың Диляра, айта ғой. Спортпенен шынықсаң, Жоқ, болмай қалды. Аяулым. Жоқ, білім талап болып тұрған жоқ. Балалар, бізде бүгінгі тақырыбымыз денсаулық болғаннан кейін. Шынықсаң шымыр боласың. Бірінші, шынықсаң шымыр боласың. Өте жақсы. Екінші мақалымызда кім айтады екен? Нетір адам тұр, басы тұр, қазына тұр. Сонымен балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыз аяқталды. Бүгінгі тәрбие сағатында түйген ойларыңызды айтсаңыздар. Кім? Қане кім айтады? Айдар. Экологияны ластамау жайлы түсіндім сабақта. Тағы? Жансу. Мен бүгінгі сабақта жаңағы денсаулық пен табиғаттың маңызын түсіндім. Өте жақсы.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.